Баршаңызға сәлем. Селебрити арнасына қош келдіңіздер. Бүгінгі жұлдызымыз Шавкат Рахмонов. Бастамас бұрын төмендегі қоңыраушаны басып, каналға тіркеліп қоюларыңызды сұраймын. Шавкат Рахмонов американдық UFC промоутерлік компаниясымен келісім-шартқа отырған алғашқы қазақстандық боксшы. Жастық шағында ол қарапайым жүк тиеуші болып жұмыс істеді. Бірақ чемпиондық белбеу туралы арман оған ешкім сенбесе де, тынбай дайындалып, мақсатына жетуге мәжбүр етті. Ол өзінің үлгісімен әр адамның, тіпті қиын жағдайда туып өскендердің де жетістікке жете алатынын дәлелдеді. Шавкат Рахмоновтың өмірбаяны 1994 жылы 23 қазанда Өзбекстанда басталды. Болашақ күрескер Surxondaryo облысы Шүрші қаласында туып өскен. Әкесі қазақ, шешесі Қоңырат. Бала кезінде Шавкатта бәсекеге деген құштарлық пайда болды. Ол футболдан боксқа дейінгі әртүрлі спорт түрлерімен айналысқан. Бірақ ол кезде де тек жеңіске жетуді ұнататын. Шавкаттың айтуынша, көшеде өскен, сондықтан ол жиі төбелесетін және жасы үлкен жігіттерге қарсы тұрудан қорықпайтын. Федор Емельяненко мен Мирко Филипповичтің жекпе-жегін тамашалаған Шавкат олардың ізімен жүруді ұйғарғанымен табысқа жету жолында көптеген сынақтарға тап болды. 16 жасында баланың отбасы туыстары тұратын Қазақстанға көшті. Дегенмен бәрі оңай болған жоқ. Рахмоновтар қазақ тілін, орыс тілін білмегендіктен кез келген жұмыс істеуге мәжбүр болды. Ата-анасына көмектесу үшін Шавкат базарға қарапайым жүк тиеуші болып жұмысқа орналасады. Сонымен бірге ол жауынгерлік самбо, бокс және панкратион бойынша жаттығуларды бастады. Жігіт кейде жұмыстан шаршап, аяғын әрең алса да, ерік жігерін жинап, жаттығуға баратын. Жүрегінде Шавкат чемпион болуды армандады, бірақ оның жетістігіне сенетіндер аз болды. 19 жасында Шавкат Көкшетауға қоныс аударып, бапкер Баян Жанғаловпен бірге жаттыға бастады. Кейін Көкше академиясының дене шынықтыру және спорт факультетіне оқуға түседі. Әуесқойлық деңгейдегі алғашқы нәтижелер бірден пайда болды. Санкт-Петербургте Рахмонов финалда Өзбекстан өкілі Ахлидин Мирзадовлатовты жеңіп, аралас жекпе-жектен әлем чемпионы атағын жеңіп алды. Бұл Шавкат 2014 жылы келісім-шартқа отырған M1 Global Promotion'ның назарын аудару үшін жеткілікті болды. Жартылай орта салмақта бойы 185 см, салмағы 77 келі. Бақ сынаған боксшы алғашқы жарыстан кейін-ақ жұртты аузына қаратқан. Ол өзінің дебюттік жекпе-жегінде Адам Цуровты бағындыру арқылы жеңді. Рахмоновтың жеңістер қатары кейінгі жылдарда жалғасын тапты. Ол өзінің қарсыластарын қайта-қайта нокаутқа түсіріп, өзінің керемет жекпе-жектерімен промоушнның барлық жанкүйерлерін тәнті етті. 2018 жылдан бастап Шавкат Қазақстан аралас жекпе-жек федерациясы өткізетін жекпе-жектермен өнер көрсетуді ұштастыра бастады. Сол жылдың мамыр айында спортшы Фаридун Адиловты техникалық нокаутпен жеңіп, KZ ММАФ чемпионы атағын жеңіп алды. 6 айдан кейін Рахмонов қырғыз Ринат Саяқбаевқа қарсы белбеуін қорғауға мәжбүр болды. Жекпе-жек 5 минутта аяқталды. Чемпионның қарсыласы нокаутқа түсті. 2019 жылдың наурыз айында Шавкат жартылай орта салмақтағы M1 Global титулын жеңіп алды. 3 айдан кейін Рахмонов белбеуін қорғауға мәжбүр болды. Тиаго Варажаумен кездесу 5 минутта қазақстандықтың жеңісімен аяқталды. Жеңілмейтін жауынгердің жетістіктері әлемдегі ең әйгілі MMA промоушнның UFC-дің қызығушылығын тудырды. 2019 жылы Шавкаттың арманы американдық ұйыммен келісім-шартқа отырып орындалды. Оның UFC-дегі алғашқы жекпе-жегі келесі жылдың наурыз айында өтуі керек еді. Бірақ бұл шара коронавирустық пандемияға байланысты болмай қалды. Рахмоновтың лигадағы дебюті 2020 жылдың қазан айында Абу-Дабиде өткен UFC 254 турнирі аясында өтті. Алекс Оливейра науқанға жаңадан келген ойыншының қарсыласы ретінде таңдалды. Жекпе-жек аралық салмақта өтті. Себебі бразилиялық бақылаушы салмақ өлшеуден өте алмай, қарсыласының пайдасына әмияннан 20% көлемінде айыппұл төледі. Шавкаттың лигадағы алғашқы жекпе-жегі нағыз сенсация тудырды.
гильотинмен жеңу үшін оған 4 минуттан аз уақыт қажет болды. Жарқын дебюттен кейін қазақстандық файтер промоушнның аты аңызға айналған Дональд Серронені жекпе-жекке шақырды, бірақ американдық тарапынан ешқандай реакция болмады. Өзбекстан тумасы MMA промоушніндегі екінші жекпе-жегін 2021 жылдың маусым айында өткізді. Ол үшін бразилиялық Мишель Празерске қарсы жекпе-жек оңай болды. Жекпе-жек басталғаннан 2 минут өткен соң Шавкат артқы тұншықтырғыш әдісін орындады. Осылайша оның UFC-дегі рекорды 2-0, ал жалпы рекорды 14-0 болды. 2022 жылдың ақпан айының басында жеңіліс көрмеген қазақстандық боксшы Лас-Вегаста өткен UFC турниріндегі үшінші жекпе-жегін өткізді. Рахмоновтың қарсыласы Карлстон Харрис болды. Жекпе-жектің фавориті саналған Шавкат бірінші раундта қарсыласына күшті айналымдық соққы беріп, мәре қимылын орындап жеңіске жетті. 2022 жылдың наурыз айының соңында UFC рейтингінде 15-ші орынға ие болған Рахмонов промоушндегі үздік 10 боксшының бірі болған Нил Магниге қарсы шықты. Америкалық шақыруды қабылдап, жекпе-жек сол жылдың жазында өтті. Шавкаттың жолы тағы болды. Ол тұншықтырғыш әдісін сәтті қолданды. Сонымен қатар спортшы кештің кіріспесі бонусын алды. Шавкат Рахмонов жеке өмірін жарияламайды. Жеке сұхбатында бір қызы, 2 ұлының бар екенін айтты. Рахмонов романтик емес екенін, әйеліне гүл сыйлап уақыт бөлмейтінін де айтты. Шавкат отбасын бөтен көздерден қорғайды, сондықтан әлеуметтік желіде әйелі мен мұрагерлерінің суретін жарияламайды. Оның мансабындағы 17-ші және UFC-дегі 5-ші жекпе-жегі 2023 жылдың наурыз айында өтті. Джефф Нил қарсыласы болды. Джефф Нил әлемдік рейтингте 7-ші орынды иеленді. Нилмен кездесуде ерекшелік болмады. Ол сұхбатында бұл оның мансабындағы ең қиын шайқас болғанын мойындады. Сәуір айында Рахмонов UFC гонорарына қатысты ашуын айтты. Ол өз деңгейіндегі көптеген спортшылардың әлдеқайда көп алатынына шағымданды. Шавкаттың қарындасы Сора UFC-ге түсу үшін жекпе-жегі күзде жарияланды. Спортшы туысқанына қолдау көрсетуге шақырды, бірақ Сора жарақатына байланысты жекпе-жектен бас тартты. Рахмоновтың өзі келесі қарсыласын қыркүйекте анықтады. Бұл американдық Стивен Томпсон болатын. Шавкат осындай жоғары дәрежедегі спортшымен жұдырықтасу мүмкіндігіне риза болды. Жеңіске жетсе титулдық жекпе-жекке шығып, белбеуді Қазақстанға әкелемін деп үміттенген. Жекпе-жек Рахмоновтың мерзімінен бұрын жеңісімен аяқталды. Екінші раундта ол дросселді сәтті орындады. Өзінің өнеріне түсініктеме берген Шавкат тағы да титулдық жекпе-жек өткізуді сұрады. Жартылай орта салмақтағы рейтингте ол 3-ші орынға көтерілді. Шавкат Рахмонов жайлы қызықты фактілер. Шавкаттың атасы Рахман Тегі. Оның отбасы Өзбекстан ахаш қызметкерінің қателігінен Рахмоновтар отбасы болып кеткен. Спортшының лақабаты Намат көшпенді деп аударылады. Өзінің мансабында ол Ресейден оңтүстік Кореяға дейінгі бірнеше елде өнер көрсетті. Бұл түзу сызықпен 60 000 шақырымға жуық жол жүруге тең. Қоян-қолтық ұрыстан Шавкаттың қарындасы әлем чемпионы Сора қазір аралас жекпе-жектен де өнер көрсетеді. Бос уақытында спортшы бокс жарыстарын және футбол матчтарын көруді жақсы көреді. 2010 жылы әуесқойлар арасында әлем чемпионы атағын жеңіп алғаннан кейін Рахмонов өзінің балалық кумирі Федор Емельяненкомен кездесті. Оған марапатты атақты күрескер өзі табыс етті. Бүгінгі шығарылым осымен аяқталды. Ұнаса лайк басып, каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Келесі қай жұлдыз туралы білгілеріңіз келеді, комментарийға жаза кетіңіздер. Келесі кездескенше.